31 мамыр Қазақстандағы саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні. Осы орайда Жетісай ауданында тарихтан тағылым өткенге тағзым атты іс-шара өтті. Сырдария университетінің ұстаздарының ұйымдастыруымен өткен жиынға колледж, университет студенттері қатысты. Тұтас бір ұлттың көзін жоюға бағытталған сұрқия саясатты ұстағандар ең алдымен қазақтың бар байлығы, қолындағы малынан айыруды көздеді. Аша тұяқ қалмасын деген солақай саясаттың нәтижесінде мыңғырған малдан мінерге тұяқ қалмады. Ал қолдан ашаршылық, қастандық жасаған империяның саясатын әшкерелеген қазақ зиялылары қудалауға ұшырады. Осынау қуғын сүргін құрбандарын еске алу 1 минуттық үнсіздіктен басталды. Спикерлер тарихтан тағылым аларлық баяндама жасап, алаштықтардың ерлігін насихаттады. Жиынның басты мақсаты студент жастарға саяси қуғын сүргін құрбандары жайлы мәлімет беріп қана қоймай, патриоттық сезімдерін оята отырып, зиялы қауымның ерлігін үлгі ету. Елбасы айтқандай, бұл тарихтан тағылым алу үшін зерттеледі. Біз өткен тарихымыздан тағылым алып, сабақ алып, өткеннің қатесін қайталамай, болашақта дұрыс жолға түсіп дамуымыз керек. Сол үшін тарих бізге ауадай қажет. Мына бүгінгі іс-шарада осы мақсатта өткен іс-шара болып табылады. 1997 жылы елбасы, сол кезеңдегі Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу жылы деп жариялап, осы 31 мамыр күнді ұлттық аза тұту күні деп жариялады. Содан бері осы күн аталып өтіп келе жатыр. Бұл күннің тарихымыздан тағылым алуда маңызы өте зор деп ойлаймын. Жиын барысында көрермен назарына саяси қуғын сүргін құрбандары жайлы деректі фильм ұсынылып, құнды ақпараттар мен пайдалы кеңестер де айтылды. Алаш туы астында күн сөнгенше сөнбейміз деген сөзге бекіген қазақ зиялылары елдік мұраттың жойылмауын көздеді, мәңгілік ел болудың, ұлтты сақтаудың үлгісін көрсетті дейді жиынға қатысушы жастар. Сонау профессор оқытушыларымыздың аудан көлемінде келген қонақтардың барша ізгі тілектерін, осы қуғын сүргін құрбандарының қандай еңбектері бар екендігін, өзіміз білмейтін еңбектерін де естіп, ол кісілерге деген құрметіміз одан артып жоғарылап, осы өскелең жастарға деген студенттер де білмегендер осы кештен біліктілігін де білімділігін де жоғарылады деген сенімдеміз. Қазақ халқы тарихтың ең ауыр өткелдеріне жүгі ауса да аман өтті. Бұл ел үшін жанын қиған құрбандардың, зиялы қауымның көрегендігінің арқасында. Ендігі тарихқа тағзым жасап, тәуелсіздік тұғырын биік ету жастардың қолында. Бақнұр Ісімбет, Мақсат Кәрім, ақпарат Жетісай ауданынан.